Бұл видео бүкіл әйелдер қауымына арналады. Әйелдер, қыздар өзінің денесін сезінгісі келетін, өзінің телосын, эмоциясын сезінгісі келетін адамдарға арналады деп ойлаймын. Және де бұл видеода мен Салтанат Болатбековна ханымға отзыв білдіргім келеді. Бүгін мен ол кісінің ЖЖТ терапиясында болдым. Және ЖЖТ терапия деген не екенін түсіндіріп өтетін болған, арнайы осындай заметкемен. Және де ол кісінің өзімен кездестім. Өте қарапайым, өте білімді кісі, білікті кісі. 4 баланың анасы, кстати. Ол кісі бүгін осы ЖЖТ терапиясында менің бүкіл денемдегі именно женский жағымдағы процедура жасаған болатын. Өте күшті, және одан кейінгі процедура мен үшін бір жаңа өмірге келген секілді аура, жаңа таза аура пайда болғандай секілді сезімде болдым. Оны сөзбен айтып жеткізу өте қиын. Барып, көріп, жасатқан адам ғана ол сезімді сезіндіре алады. Біз көбінде әйелдер бала туғаннан кейін өз-өзімізге екінші орынға қоямыз, өз-өзімізді қарауға. Кейбір әйелдер болады, баланы туа салысымен өзіне күтім жасап, күтіп қарап қалған. Сондықтан да сіз қанша бала тусаңыз да, сіз әйел адамсыз. Біз өте нәзік, сондай сыртымызда мықты көрінгенмен, ішімізден өте нәзік, болмысымыз, эмоциямыз шығара алатын сондай жандармыз. Сол үшін мен ұсынамын осы кісіні. Неліктен қазір көп интим тренерлер, қазір көп әртүрлі мамандар көп, бірақ әркім өзінің жанына жақын адамдар іздейді. Сондықтан Алланың қалауымен осы ЖЖТ терапиясын өзім ұтып алғандықтан мен бір сеансынан ақ мен күшті нәтиже көрдім. Және де ол кісіде не только осы ЖЖТ терапиясы көптеген өзінің әйелдер қауымына пайдасы бар, құлдары бар. Біз даже дұрыс тыныс алудың өзін біз дұрыс жасамаймыз. Вакуумды да дұрыс жасамаймыз мысалға. Ол кісі бүкіл ішкі организммен жұмыс жасауды үйретеді, анатомияны жақсы біледі. Прям әр нүктені, анатомиялық частьті прям күшті жасайды. Мен нәтижесін өздеріңіз көресіздер. Менде шынайы отзыв, айтатын нәрсем өте көп, бірақ кейбір нәрселерді айтпай өзіңіз барып көрген дұрысырақ деп ойлаймын.